Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары? Бұл сабақта біз сіздермен English Plus 5, Unit 9, Past Simple Questions and Negative Forms тақырыбындағы жаттығулар жолымен және де жауаптармен таныс боламыз. Page 109, 109 бет. Сабақты бастамас бұрын келесі сабақта жібере алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен енді сабағымызды бастайық. Past Simple өткен шақ. Өткен шақта, бүгінгі сабақта біз сіздермен сұрау және болымсыз сөйлем жасауды үйренеміз. Exercise 1. Look at the table and complete the rules. Ережеге қарап отырып, төмендегі ережені кестеге қарап отырып, төмендегі ережені толықтыр дейді. Яғни бұл кестеде біз сіздерге сұраулы сөйлемге қысқа жауап беру және де арнайы сұраулы сөйлем және де болымсыз сөйлемнің жасалу жолы бойынша мысалдар берілген. Мысалы, негізі past simple'да бізге сұраулы және де болымсыз сөйлем жасау үшін did деген көмекші етістік. Сұраулы сөйлем, жай сұраулы сөйлем бізде осы did деген көмекші етістікпен басталады. Одан кейін бізде subjects есімдіктер тұрады, одан кейін негізгі етістік және де арай сөйлем жасап береді. Бұл жерде естіңізде сақтауыңыз керек, егер де сұраулы сөйлем және де болымсыз сөйлем жасау үшін did деген көмекші етістік келгендіктен негізгі етістіктің біз бірінші формасын қолданамыз. Яғни жай болымсыз сөйлем жасау үшін past simple'да біз етістікке ed немесе оның екінші формасын қолданамыз деп үйреттік қой. Ал енді сұраулы және де болымсыз сөйлем жасаған кезде негізгі етістік ешқандай өзгеріске ұшырамайды, себебі бізге көмекке did деген көмекші етістік келеді. Осыны сақтаңыздар. Және де бұндай қысқа сұрақтар, жай сұрақтарға қысқа жауап беруге болады, иә, жоқ деп. Егер иә болса yes, жоқ болса no, одан кейін өзіңізге есімдік таңдаймыз да. Я мен істедім дейтін болсақ yes I did, жоқ болса didn't деп жауап береміз. Және арнайы сұрау жасаған кезде did деген көмекші етістіктің алдында арнайы сұраулы сөз what time, where деген сияқты сұраулы WH questions дейміз, арнайы сөздерді қойып сұраулы сөйлем жасауға болады. Және де бұндай сұрақтарға WH questions, бұндай сұрақтарға сіздер толық сөйлеммен жауап берулеріңіз керек. Соны есте сақтаңыздар. Енді негатив дегеніміз бұл болымсыз сөйлем дегеніміз. Болымсыз сөйлем жасаған кезде бізге тек қана did деген көмекші етістік емес, тағы да болымсыз сөз not деген болымсыз сөз келеді. Сонымен did not қысқарған түрі didn't қолданамыз. Ал енді осы кестеге қарап отырып жаттығулар орындайық. Exercise 2. Complete the questions and answers. Берілген сұраулы сөйлеммен мен жауаптарды толықтыр дейді. Қалай болады? Exercise 2. Did your teacher ask you to write a poem? Сенің мұғалімің саған өлең жазуды тапсырды ма? Yes, he did. Did you do your homework yesterday? Кеше сен үй жұмысын орындадың ба? No, I didn't. Жоқ. Yes, he answers the questions. Ол сұрақтарға жауап берді ме? No, he didn't. Жоқ, жауап бермеді. Did she read any books last week? Ол кеше қандай да бір кітапты оқыды ма өткен аптада? Yeah. Did you enjoy reading Oliver Twist? Сен Оливер Твистті оқыған саған ұнады ма? Yeah. What time did you get home yesterday? Сен кеше үйге қай уақытта жеттің? I get home at 4:30. Мен үйге 4:30-да жеттім. Where did you go last weekend? Өткен аптада сен қайда бардың? I went to the cinema. Мен кинотеатрға бардым. Who did you meet yesterday? Кеше сен кімді кездестірдің? I met my sister. Мен қарындасымды немесе әпкемді кездестірдім деп жауап берсеңіз болады. Now, exercise 3. Order the words to make questions. Then ask your partner the questions. Төмендегі берілген сөздермен арнайы сұраулы сөйлем құрастыр дейді, және де ол сұрақтарды жаңағы сыныптасыңа қой дейді. Exercise 3. What did you do yesterday? Сен кеше не істедің?
How did you get to school today? Бүгін мектепке қалай жеттің? Where did you go yesterday? Сен кеше қайда бардың? What time did you get up this morning? Бүгін азанда сен қай уақытта тұрдың? Where did you have lunch today? Сен кеше түскі асқа не жедің? Түскі аста қайда бардың? Did you talk to yesterday? Сен кеше кіммен сөйлестің деген сияқты сұрау сөйлемдер шығады екен. Now exercise 4. Write sentences about your studies last week. Use the words in the box. Яғни өткен аптадағы сенің оқуың туралы сөйлем құрастыр дейді. Мына төмендегі сөздерді пайдалан. Мысалы, I read a story. Мен әңгіме оқыдым. I didn't read any poems. Мен ешқандай өлеңдер оқымадым. Мысалға, I wrote a homework. Мен үй жұмысын жаздым. I didn't write a story. Мен әңгіме жазбадым. I read a play. Мен пьеса оқыдым. I didn't read poem. Мен ешқандай өлең оқымадым деген сияқты сөйлем құрастырсаңыздар болады. Осымен 109 беттегі жаттығуларды орындап аяқтадық. Егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.